Гемоглобинді бір күнде дәрсіз көтеруге болады. Бірден басыңыз ауырып айнала ма, қанша демалсаңыз да шаршау басылмай ма? Онда төменде жазылған әдісті қолданыңыз. Баршаңызға сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Бұл видеода сіздермен гемоглобиннің қызметі, оның түсу себебі және оны үй жағдайында бір-ақ күнде көтеруге болатын әдістермен бөлісемін. Алдымен арнамызға жазылып кетулеріңізді сұраймын. Гемоглобин қанның құрамына кіретін ақуыздың атауы. Оның негізгі қызметі біз тыныс алу кезінде жұтатын оттегі молекулаларымен бірігіп, қан ағымымен басқа мүшелер мен ұлпаларға тарайды. Екінші маңызды қызметі оттегін тасымалдау. Көміртегі диоксидін ұлпалардан алып, керісінше өкпеге апарады. Біз тыныс алу арқылы көмір қышқыл газының тіндерін тазалаймыз. Бір сөзбен айтқанда, гемоглобинсіз толыққанды дем жұту, дем шығару мүмкін емес. Сондықтан да оның түсуіне жол бермеңіз, әрі түскен жағдайда көтеру шараларын қарастыру керек. Гемоглобиннің түскенін қалай анықтаймыз? Егер ақуыз аз болса, онда адам жеткілікті жағдайда ауа жұта алмайды. Жүрек, ми және басқа да органдар оттектің азаюынан зардап шегеді. Бұл кезде адамның жұмысқа ықыласы төмендеп, жалпы жағдайы нашарлайды. Сонымен қатар, адамның бойын әлсіздік, әлжуаздық билейді. Тез шаршағыш болады, басы жиі айналады. Әсіресе қызыл ек бозғылттанып ағара бастайды. Жеңіл әрі тез ентігу болады. Жүрек қағысы да жиілейді. Міне, осы белгілерді өз бойыңыздан байқасаңыз, дереу терапевт дәрігерге тексеріліңіз. Гемоглобиннің деңгейін қан сараптамасын жасап анықтайды. Жалпы жоғарыда айтылған белгілер гемоглобиннің және басқа да дерттің белгісі екенін біле жүріңіз. Мәселен, қаназдықтың белгісін білдіріп, жүрек қан-тамыр жүйелері сыр беруі мүмкін. Сондықтан да өз бетіңізше ем қабылдаудан алдын міндетті түрде дәрігердің алдынан өтіңіз. Дәрігер сізді толық тексеруден өткізген соң гемоглобиннің неден түскенін анықтайды. Көп жағдайда жүктілік және емізулі кезде гемоглобин түседі. Оған қалыпты жағдай деп қарауға болмайды. Дәрігер ұсынған ем шараларын толық жүргізу керек. Одан бөлек арықтауды мақсат еткендерде гемоглобин төмендейді. Егер оны өз қалпына келтірмесеңіз, онда созылмалы бүйрек ауруына, бауыр циррозына, түрлі қатерлі ісік ауруына шалдығу қаупі бар. Гемоглобинді қалай көтереміз? Біз ұсынған мына әдістерді қолданыңыз. Құрамы темірге бай азықтарды тұтыныңыз. Гемоглобин темірдің жетіспеуінен төмендейді. Сондықтан да құрамы темір элементіне бай тағамдарды жеуге әдеттеніңіз. Нақтырақ айтқанда, ет пен балықты, бауырды, бүйректі, жүрек пен сиырдың желінін, саумалдықты, қырыққабатты, брокколиді, басқа да жасыл түсті көкөністерді, фасоль мен чечевицаны, жұмыртқаны, жаңғақ пен шекілдеуікті, кептірілген жемістерді үзбей жеуге тырысыңыз. Фолий қышқылын қабылдаңыз. Фолий қышқылы Б тобындағы дәрумендердің бірі. Ол гемоглобиннің бір бөлшегі ретінде ағзаны толықтырады. Егер бұл затты жеткілікті түрде қабылдай алмасаңыз, онда ағза фолий қышқылының жетімсіздігінен туындаған қанасыздыққа шалдығады. Фолий қышқылын салат жапырағынан, саумалдықтан, қырыққабаттан, фасоль, горох пен чечевицадан, тауық жұмыртқасынан таба аласыз. С дәруменін ұмытпаңыз. Құрамы темірге бай тағамдармен биоқоспаларды қабылдау жеткілікті. Десе де, ағзаңызды С дәруменімен толықтыру тіпті керемет болмақ. Сондықтан да С дәруменінің қайнар көзі болып табылатын апельсинді, мандаринді, грейпфрутты, құлпынайды, қара қарақатты, саумалдық пен қырыққабатты үзбей жеуге кеңес береміз. А дәрумені де айтарлықтай қызмет атқарады. А дәрумені немесе бета-каротин де өте маңызды элемент. Гемоглобиннің алдын алу үшін құрамында А дәрумені кездесетін балықтың майын, батат, яғни тәтті картопты, саумалдық пен асқабақты көбірек жеңіз. Кальций.
Кальций элементінің де маңызы бар. Темірден бөлек кальций элементінің де гемоглобин мөлшерін қалпына келтіретін қасиеті бар. Сондықтан да тамақтану мәзіріңізден йогуртты, кефир мен творогты, соя тұздығы мен инжирді түсірмеңіз. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Ауырмаңыздар, ем болсын, сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Арнамызға жазылып, қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.